Сәлем қыздар барлықтарыңызға, сіздермен бірге мен Гүлім Әшім. Арнаға қош келдіңіз. Арнада қолөнер, соның ішінде тоқыма туралы көбінесе көрсетіледі және айтылады. Бүгін мен сіздерге тоқыма влог түсіремін. Жаз бойы тоқыған бұйымдарымды және тоқылу барысындағы тоқыма бұйымдарымды сіздерге көрсетіп білсем деп шештім. Мінекей алдарыңызда осындай өте әдемі майка топ. 2 аптадай денсаулығыма байланысты біраз сырқаттанып қалдым да. Одан кейін тоқыманы өте қатты сағынып, соңында бірақ түннің ішінде осындай өте әдемі киімді тоқып алдым десем болады. Өрнегі өте қарапайым. Бұндай өрнекпен мен шұлықтарды да тоқимын. Түсі де, үлгісі де жалпы тоқылған. Маған өте өзіме қатты ұнады, көңілімнен шықты. Артқы жағы осындай. Жағасын барын біркелкі осылайынан тоқыдым. Ешқандай артық екінші жұмысты қаламадым. Тек бір тоқыған кезде барлығын тоқып шыққым келді. Осылай тоқылды. Осы қалпында да кие беруге болады. Фото әлі түсірген жоқпын. Осы манекеннің өзінде әдемілік фотоға түсіріп, инстаграмға салатын боламын. Бірақ түнде осылай тоқылған. Бұл 42-ші өлшемге арналып тоқыдым. Жіп туралы ақпарат қазір экран бетіне шығады. Бір жағында ою, бұл осы арнада бар, бұл оюдың тоқылуы. Келесі жағында мінекей мен жазуды және оюды тоқығанды өте қатты жақсы көремін. Күлімде деген жазу. Осындай әдемі сөмке тоқылып жатыр. Бұның ішіне астар тігіледі және аузына замок. Былғарыдан асылатын жері қосымша, ол да тігілетін болады. Тоқыма жіптерді алуға барған кезде, немесе бір жерге шыққан кезде, мен көбінесе шұлықтарды тоқимын ғой, сол тоқыма шұлықты алып кетуге салып алып, өте ыңғайлы. Осындай өзім қолданатын шоппер тоқылып жатыр. Аздаған жұмысы қалды. Бұның да қолданған жібін көрсетемін. Мінекей ішінде қалған жіп. Осындай 2 түсті сәйкестендіріп тоқыдым. Өзім ұстайтын болғандықтан киімнің түстеріне үйлестіріп, осындай 2 түсті таңдап алдым. Өте әдемі бір қолданыста, үнемі қолданыста болатын сөмке болады деп ойлаймын. Жіп туралы ақпарат бұлда қазір экран бетіне қоятын боламын. Күн шағылыс аздап біраз ашықта көрсетіп тұр. Ішіне астар тікпей-ақта замокты қойып, немесе бұлай жабысатын арнайы құрылғылар бар ғой сумкаға. Сондай мен жауып, осы тоқыма жіптің өзімен де аспалы бауын тоқи салуға болады. Бұл оюды қыздар тоқылуын үйреніп алып, арнада қарасаңыздар болады. Осы видеоның астына сілтемесінде қоятын боламын. Арап, кіріп, тоқып үйреніп алып, кез келген бұйымға, киімге, менде балалар кардиганында тоқыдым мен. Соғанда қолдандым, үлкен кісілердің кардигандарына да осылай қолдандым. Жастықшаға да, шихолдарға да әртүрлі пледтар тоқсаңыз да осы оюды қолдануға болады қыздар. Және бұл оюдың тоқылуын үйреніп алғаннан кейін қосымша жазуды да, басқа суреттерді де тек қана ою емес, гүл, көбелек сияқты өзіңізге қандай сурет жақын, қандай суретті тоқығанды қалайсыз, соны тоқып алуыңызға болатын болады бұл техниканы үйреніп алғаннан кейін. Неке, маған көбінесе ою мен қазақша жазуларды тоқыған өте ұнайды. Бұл 3-ші нөмірлі ілмек бізбен тоқылған. Алдымен бұл оюды осы арнада тоқып үйреткен кезде 4-ші нөмірлі ілмек бізбен тоқып үйретемін. Өйткені тоқыған кезде 4-ші нөмірлі көлемді болғандықтан тезірек тоқып үйренесіздер. Қараңыздар, қандай әдемі біздің өзіміздің қазақы оюымыз. Дайын болғаннан кейін алдағы менің блогтарымда тоқыма жіптерімді, тоқып жатқан шұлықтарымды осымен бірге көтеріп жүріп сіздерге тағы да көрсететін болатын шығармын деген ойдамын. Ішіне астар тігіледі, одан кейін аспа бауы былғарыдан болады, аузына замок тігіледі. Сонымен бұл шопперіміз әп-әдемі дап-дайын жұмыс болады. Осындай әдемі шұлық. Бұл шұлық әлі жуылған жоқ, буланған жоқ. Сондықтан осындай ілмектердің біраз қисық кеткен жерлері,
мыжық болып тұр. Блокаторға кигізіп қойдым. Сонда да бұл шұлыққа 38-39 аяқ өлшеміне бұл шұлыққа мен арнайы осы арнаға салынатын сіздерге шеберлік сабағын түсіремін деп жоспарлап қойдым. Бір жақсыңарын мінекей тоқылды. Бумеранг көкшені қалай шығарамын, өзімнің әдіс тәсілдерімен сіздерге сол жерде бөлісетін боламын. Өте аяққа әдемі, жылы, жып-жылы алдағы суық күндерде жып-жылы қылып үйдің ішінде киіп жүруге өте ыңғайлы болады деген ойдамын. Бір жағынан қарапайым, үстіңгі жағы міне резинкамен тоқылады. Өте әдемі осындай шұлық қыздар. Алдағы уақытта осы арнадан шеберлік сабақты күтсеңіздер болады. Кейінгі кезде бір уақытта бірнеше жұмыс бастағанды ұнап жүр өзіме. Бұрын мен бір жұмысты ғана бастап, соны аяқтағаннан кейін барып келесі жұмысты қолыма алатынмын. Бұл жеңімен үстіге киетін жағасы бар, поланың жағасы сияқты. Мінекей осылай өте әдемі бір күздің салқын күндерінде үстіге кие салып жүре беретіндей киім болады. Алдыңғы жағы тоқылды, енді артқы жағын тоқимын, одан екі жеңін тоқимын, одан әдемілеп жағасын тоқитын боламын. Мінекей осындай менде жұмыс барысы болып жатыр. Қыздар, анда-санда қолыма алып тоқып қоямын. Алдарыңызда жаңағы алдыңғы көрсеткен жұмысыма арнайы дайын тоқылған үлгі. Мінекей киімді, көлемді үстіге киетін киімдерді тоқымас бұрын міндетті түрде осындай арнайы үлгі тоқылу керек қыздар. Осы бойынша өлшеп, өзіңіздің өлшеміңізге арнайлап киімді тоқып бастаған өте тиімді. Мен бұрынғы кезде, ең алғаш тоқыған кезде ешқандай үлгі тоқымайтынмын. Үлгі тоқып отыруға менде уақыт кетіргім келмейтін, және тоқып бастағым келіп асығып тұратынмын да, киімді тоқып бастап кететінмін. Қыздар, үлгіні тоқыған кезде 10 сантиметрден асатындай, 20 сантиметр тіпті одан да артық ұзындықта да, жанына қарай енінде де солай тоқсаңыздар өте тиімді. Сонда нақтырақ өлшемді ала алатын боласыз. 5 сантиметрдей үлгі тоқып, сол бойынша есептеу ол бәрбірде қателік болады. Сондықтан неғұрлым 15-20 сантиметрдей болатындай үлгі тоқыған дұрыс, ерінбей. Мінекей қыздар, алдарыңызда осындай дайын жұмыспен бөліскім келді. Жіп жинақы, жып жылы киім дайын болды. Мінекей түсі өте қатты ұнады. Бірінші алдыңғы жақ бөлігі тоқылды, одан кейін арқа жақ бөлігі, одан кейін жағасын тоқып алдым, одан кейін екі жақ жеңі тоқылды. Әдейі осындай қысқа қылып тоқыдым. Белі ұзын тігілген шалбарлармен кигенге өте әдемі жарасады. Өзім қалағанымдай, ойымдағыдай әдемі болып шықты қыздар. Бұл 42-ші өлшемге арналып тоқылған. Сізге қалай ұнады ма? Менің қай жұмысым ұнады? Ішінде қайсын тоқып үйренгіңіз келеді? Бұны мен қыздар ешқайдан қарамадым, ешкімнің шеберлік сабағының көмегімен түсірмедім, тек өзім ойыма келді, сол бойынша осылай тоқып шықтым. Мінекей қыздар, артқы жақ бөлігі осындай өте әдемі. Мінекей жағасын барлығы қолдан келгенше ұқыпты орындауға тырыстым. Өзіме қатты ұнады, енді сіздерге қалай болып тұрғандығын. Алдыңғы жағын қарасаңыздар, мінекей қалай әдемі болып жағасы екі жаққа қарай бөлініп тоқылады. Қыздар, мінекей менің сіздерге көрсетейін деген барлық жұмыстарым осы. Жұмыс барыстарым, тоқылған бұйымдарым. Енді 3 кардиган балаларға арналған тоқылған болатын. Оны қазір қолымда болмағандықтан сіздерге көрсете алмаймын. Көлемді жапырақпен 2 кардиган және оюмен 1 баланың кардиган тоқыған болатынмын. Көлемді жапыраққа да оюға да осы арнада шеберлік сабағы түсірілген болатын. Соны кіріп қарап, тоқу техникасын үйреніп алып, қазір күз келе жатыр, сондықтан әдемі түрлі кеудешелер мен
кардигандарды өз қолдарыңызбен тоқи алатын боласыздар, сол өрнектерді қосу арқылы. Сіздерге айтарым, осы жерге дейін көрген болсаңыз, лайк басып өзіңіздің пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Назарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі қосылғанша сау саламатта болыңыздар.